Ал сіз егер мына жақтан бір кішкентай ғана баланың проблемасымен мына жақта үлкен семья мемлекеттің дәрежесінде проблемалар шешіп жататын болсаңыз, Чимкент, даже Қазақстан мамандығы болғанын болса, бірге мақтанайықшы. Біз тәке өткендегі су мәселесі. Су мәселесін соны көрдіңіздер ме? Арендаға сөйлестіңіздер ме? жоқ, ол жөнінде әлі біз өзіміз былай нақты не қыламай жатырмыз. Соны сізден кішкене ақыл кеңес сұрап, сосын бармасақ ол жаққа. Ала жоқ сияқты ғой. Қазір сіз бәлемай немне алып. Хотя пока жоқ, иә. Оны өзіміз ойландық. Хотя қызметті бір жасап берейік деп оларға ше. Қалай? Қызметті бір жасап берейік деп оларға. Иә, сол жағына қарап өтсек қой. Иә. Өйткені сізбен сөйлесіп кеттік. Иә. Қызмет жасау керек. Содан кейін бірақ оған былай керек. Қызмет жасаудың алдына келтіреміз. Если бізде жұмыс жақсы жүріп жататын болса, қазір сенің стоимостьін қой жерімдікі. Сатам деген. Содан кейін соған договор жасайық. Арендаңда сен беріп отырамыз. Мысалы, фиксированный 50 миллион дейтін болса, мысалы, вот 50 миллион қалады, біз жұмысты келтіреміз, жұмысты келтірген кезде последующий выкупамыз. Оған келіседі ме? Тем более последующий выкупам. Оған келіседі ме? Негізі барлық адамды наличка алғанға тырысады ма? Иә. Жоқ, наличка алған кезде енді қызмет келсе, сізде фиксированный баға болады. Неге мен оны айтып отырмын? Ол сатылмай тұр мысалы, дұрыс па? Ешкім алмайды деп қазір мысалы. Сіздер заинтересовались. Ол сіздер бүйтіп ойлайсыздар қазір, иә? Сіздер жандыңыздар, иә, ол идеяға. Значит, ол идеяға қазір қанша маған тоже тұрды. Сатып алатын. Олай емес ол. Немен алып ұстау керек деп. Мен неге фиксировать етіп алыңыздар деп тұрмын бағаны. Қазір сіздерде кетеді торговлясын жүргізесіз оның, иә? Содан кейін алады бұл айтады 50 миллион емес, мысалы 70 миллион дейді. Потому что оларда ақша пайда болады тоже. Мысалы қараңыз, сіз оны сбытын жасап отырсыз ғой, одан да енді ақша пайда болмайды бәрі. Сатуға уже ол қателеспеңіз. Ең көзі сізде. Неге? Клиент сізде. клиентске база. Клиент сізде, базаң бірақ сізде. Негізі алдын бұл жерде збыт жасаған ғой негізі. Мұны ағасы ше. Бұл жерде сол енді бағанағы жігіт жұмыстан шыққаннан кейін збыт тоқтатты. Вот, болды, премия өзіңіз сұрағыңыз ғой, өзіңіз жауап беріп тұрсыз қазір. Міне, 2 жыл болды, сенде болды ма осы? Мен ол міне біз істегенбіз. Кетті ма? Тоқтады. Өйткені збыт сізде, клиент сізде. Болды, біз басқасынан асыламыз, келіспесең. Ойланады. Ең неге плансыз болу керек деп тұрмын, иә? Неге план? Бәріміз планмен жұмыс істеу керек. Мысалы, қазір сіз алдыңыз, істеткіздіңіз, көбейттіңіз жұмысты, спасмен фиксированный баға қойып алдыңыз, сіз білесіз үшін, мына, мен қазір определен 6 ай жұмыс істеймін, 6 айда осындай прибыль келтіремін, сол кезде клиент сіздердікі еще ойлаңыздар. Клиент үшін сіздер баға айтасыздар, ол жерде жүргізу үшін сіздер баға айтасыздар. Жүрмейді 6 ай, иә? Бұл қойсыз. Бірақ қанындай шығынға кіріп алмайсыз, жерді сатып алмайсыз. Түсініңіз? Ал енді жүрді, клиентский база сізде, сіз аласыз. Міне, алдында болып еді осыдан 2 жыл, білесің бе? Сол кезде сенікі жүрген. Оны да сіздің ағаңыз жүрген, дұрыс па? Біз алдымызда кетіп саламыз, еле осы бағаға келіс. Бұлай ойлайықшы, біз сіздер жасайтын, кәсіпкерлер, иә, сізде солай ойлаңыз. Мен, когда сіз, ой, аман бүйтем, өзіңізге қойып тұстаған кезде, басыңызға жаңағы термостат мысалы, иә? Бұл сіз содан өздеріңізде де, өмірлеріңізде көрдіңіздер ме? Келісіп келді. Ограничен бәрін алып тастау керек. Мен барам, маған бәрі жол ашық болады деп, осылай өмір керек. Мен істеймін бәрін, мен жұмыстың бәрін істеймін. Сондай ғана жұмыстарға жетті. Біз ашқан кезде де мысалы, біз мақсаттар қойдық, мына адамдармен істейміз, былай болады. Міне, болып отыр да маған. Сондықтан солай ойлау керек те, сізде егер 50 миллионға мен қазір продажалар жасаймын, сонда мына жер менікі болып қалады деген неме тұрса мысалы, нәтиже тұрса аяғында, сіздер бақайт етесіздер. Күн, түн демей, бақайт етесіздер. Сонда менікі мына жер болып қалады, қалған пайда, менде жерім қалады, қалған пайда өзімде алады. Сатылмақшы болғанда просто өзімізде ой болды, қалай істесек болды, сатуға дұрыс па, или былай істегеніміз дұрыс па. Сол ол жөнінде өткенде Талғат ағамен кішкене шай ішіп отырып ақылдасқанбыз негізінде. Сол кезде оны сатып алуға негізі сол кезде не стоит екен біздің көзіміз жеткізіп берді. Оны сатып алсаңыз сіз қаншама қарызға кіресіз, одан кейін ол қарыз
давай деп тұрады, потом сізде уже жаңағы конечный неме жоқ, мына жақта продажа жүрмей жатыр, потом мына жақта қарыз тұр, сіз аласыз ойлайсыз, бекер алдым. Потом мен сатайын десеңіз, сол бағаға қайтадан сата алмайсыз. Сол ақшаны шығара алмайсыз қайтадан. Үлкен мұнай компаниялар арендада отырады, солар ауысып кете салады. Солардан жұмыс жүрмеген кезде тәжірибе аласыз. Арендасын төлеп тәжірибе аласыз, жұмыс жүрмеген кезде тастадыңыз да жүре беріңіз. Зато қаншама қарызға кірмейсіз. Тәжірибе бәрі өзіңізде қалды. Клиентский база бәрі өзіңізде қалды. Сондықтан ойланайық, тағы да басқа қандай идеяларыңыз бар, дополнительно тағы істей беретін. Тағы басқа дегенде ше, негізінде қазір бір ниетте ойлап көрдік, бәкен екеуміз. Негізі ол нәрсе көп біздің ниетте. Бірақ кішкене бір ерекшеленетін бір несі болып тұр да. Подготовительный курс именно мектепке дейінгі бажа бар ғой, соларға. Енді бұл жерде Шымкентте көп өткенім сашын туристік ішіне кірсең уже жетеді негізі ол нәрсе да. Бірақ ол жерден кішкене бір ерекшелену керек болып тұр, енді бір пока екеуміз бір нені ойлап тұрмыз. Бірақ Шымкенттен ондай не көріп тұрған жоқпыз. Именно олай біздің ойлағанымыздай дайындайтын да. Традианка. Біздің ойлағанымыз фиолетовый корова болатын шығар. ерекшелену керек болды. Точнее, баланың өзін ғана оқытпай, шешесін де оқыту керек болып тұрмыз ғой. Енді былайша айтқан кезде математиканы оқытпаймыз, конечно, психологически оқытып, бала шешесінің өзін, ата-ананың да. Егер мысалы ата-анамен жұмыс істесек, баламен де тура солай жұмыс істесек, мысалы енді ата-анамен бір аптасына бір рет жетеді негізінде да. Жұмыс істесек, енді ол ата-анасы бар, біз бар, ортада мысалы әжептәуір не шығады. Былайша айтқан кезде жетістік шығады да, ортадан жақсы көрсеткіш шығады. Ал негізінде проделка деп жатқан себебім мен өзімнің баламды беріп жүрмін негізі қазір. Бағанағыдай ғой, апарып тастайтын баланың, оны не істеп, не қойып отырғанын білмейсің. Бірақ келесің, енді кішкене результат бар дейді, ол жағында келіншегім айналысып, мен ол ғашық қызықпаймын да, араспаймын да ол жағында. Сосын айтып жіберіп, мынаны істе дейді. Оны ата-ана істесе істейді, істемесе ол өзінің баласы үшін ғана болып тұр да. Ал бұл жерде осы сіздер сияқты соны заставить ету керек болып тұр, сонша істе болсын деп. И сол кезде мысалы сөйлеу манерасында үйрету керек, тура сол жерде баланы тәрбиелеу түрде да, мысалы қалай сөйлеу керек, кіммен қалай араласу керек деген сияқты мысалы. Ата-ананың да мысалы шешесінің былайша айтқан кезде анасының бар ойлаған ойы мысалы балаға прямой барады ғой. Маған почему-то кажется, чем судан қарағанда сіздерге осы направлениеға кеткен нәрсе. Енді бұны психологически деп отқан себебім бір жағынан мысалы осы Бәкеңнің несі бар, жұбайы бар, мысалы Гүлмира. Ол да кезінде мысалы сайтте психолог болып істеді. Бұл бізде бір плюс осы болып тұр да. И одан кейін қалай айтсам болады, сол кісілердің Гүлмира деген келіншек, соның мысалы таныстары бар, неше түрлі психологтар. Өзінің ала алмаған нәрсесін, мысалы біле алмаған нәрсесін жан-жақтан сұрап біліп, чтобы соған бір нені айтып беруге болады да результатта. Негізі өзің білетін нәрсе істеу керек те. Осы жағынан нақты жоспар құрып, осы жағынан кеткен дұрыс бар деп ойлаймын да. Бізде енді бұл да пока шекі идея, негізі өткенде біз оны ойлаған екен бір-екі жері барып көрдік, конечно. Енді өткенде сіз айтқаныңызда ғой, ойлаған кезде басқа нәрсе, істеген кезде басқа нәрсе, енді біз ойладық, мына нәрсе істейміз деп та. Бірақ барса уже енді сәл басқашалау. Істеп шыққан адамдарды барып, өзіміз бар, баламыз бар, сіздерге бейік программаны көрсетіңдер, қалай оқытасыңдар жаңағыдай, и қандай группада болады жаңағы. Енді кіріп, неғып сұрап отырмыз ғой енді. Адам жоқ. Адам жоқ. Группаларыңыз да? Отыр мысалы, үшеуі де жап-жас мысалы. Ертең мен балама мысалы сол бір нәрсені үйретіп шығады дегенге сенбеймін мысалы. Сол үшін бір жақсы бір маман тауып, ол еще российский бір ненің франчайзинг екен отырған сол жерде. Енді ана ішінде абсолютно енді өзім оқып көріп ана жерде отырып қалды. Бірақ адам жоқ қой. Вообще болмаса центрде тұр. Реклама машин бір шетте ғана тұр, енді ол жерде бәрін құрып реклама болып тұр негізінде ше. И расположениесі сәл неудобно. И что-то несі де сәл қымбаттау екен. Мысалы, екінің бірін қалтасына көтере бермейтін нәрсе да. Бәке, нақтыланайықшы. Қазір бірнеше неше бар ғой сіздерде. Содан кейін осы болады дегенді тестировать етіп, осы заданиеда уже сіздерге ертеңге нақтыланып келейік. Мына алайық деген. Дұрыс па?
Өйткені қазір сіздерде фокустың бәрі бөліп тұр, біресе су, біресе детсад, жаңағы біресе тағы бір болмай тұрды, бағыт болмай тұрды. Осыны нақтылауын керек те, содан кейін сол бойынша жұмыс істейді. Кәсіпкер деген ол бәріне ашық адамда анада істегісі келеді, мынада істегісі келеді, мынада істегісі келеді. Бірақ уже нақты результат болу үшін бір ғана направлениемен кету керек те, содан қазбалау керек. Мысалы, су дедіңіздер, суға барып көрдіңіздер, қаншама уақыттарыңыз кетті. Детсад жаңағы дедіңіздер, оған бардыңыздар, тоже қаншама уақыт. Бірақ ішінен көріп жатсыздар, дұрыс ол, дұрыс. Оны тексеру етіп көру керек. Қайсы дұрыс. Енді осы арқылы уже более вероятности көп. Осымен айналыссақ, біз нәтижеге шығамыз ау деген бір направление таңдап, ол солға қарай фокустың бәрін жүргізу. Мысалы, егер мысалы бағанағыдай школаны ашатын болсақ, бұл жерде біріншіден уақыттан ұтамыз. Екіншіден, былайша айтқан кезде қалай болса, нәтижесі чем мынаған қарағанда негізі тезірек болады. Ал бірақ бұл былайша айтқан кезде майда ақша да. Енді оны конечно көбейтуге болады, мамандарды жақсы неғылуға да. Енді пока бірінші ашып алып, біреумен жақсы тексеру ету керек, қалай болатынын. А егер суды болатын болса, конечно, суда жай бастайсың, но бірақ ақыр жағын әжептәуір жар жайлы болады. Деп ойлайсыз да? Жоқ, бұл жерде суды просто өзін сатады деп ойлап отырмын. Вообще-то давайте мнение білейік, бар ғой мына жерде тұр адамдар. Қазір Ана кісі сөз Динара. Қалай ойлайсыз? Әйел адамнан сөйлейді. Баласы жақсы түсіндіре Бұл жерде былай, бұл кісілерде бірнеше ниша бар. Бірнеше ниша бар да, содан кейін ойы, міне су ашу, ол жерде 2 жыл бұрын ағалар жұмыс көрген, жаңағы миллионды оборотқа шыққан, одан кейін қандай причинамен кетіп қалып деді? келіспеушілік болды. Келіспеушілік болды, арада ол кетеді. Мына суды қазірде ол потом оборот жүріп жатыр, бірақ ақырында қылғанда бұл жерде. Бұл жерде бұл кісілер басында сатып алайық деп келген, инвестор іздеп көрсек деп. Потом біраз талқылаулардың арқасында міне қазір. Бірақ нақты бұл жерден пайда табуға болады, бірақ объемный жұмыстар жаңағы. Потом көп күшті талап етеді бұл жерде. Көп күшті. Ал енді екінші ойлары бар. Екінші ойлары балаларға жаңағы мектепке дейінгі дайындық ашу, оған қоса, оны анасын қоса дайындау, психологически. Келіп, потом осылай онлайн трансляция жібереді де, баласының қалай оқып жатқаны, қалай сол жерде көріп отырады, мысалы. Тем более зданиялар бар бұл кісілерде. Өздерінің қазір нетіп отырған жерде екінші этажын сол жерде 3 ай тегін бос тұрады ғой. Сол кезде переоборудовать етіп, парталар осындай алып, адамдар сол жерге қабылдап, бірінші результатқа шығару үшін максимально жұмыс істеу керек сол жерде. Келген баламен де жақсы психологтар нетіп, ата-анасымен екі қарым-қатынасын мықты орнатқызып. Содан кейін не только жаңағы айтып тұрмын, не только бала мен ана, ол жерде целый жанұяның мәселесіне мысалы көңіл бөлгізіп, солай әкетсе направленияны. Мен ойлаймын сол. Сіздің ойыңыз қалай? Жаңағы подготовительный курсы сіздерде мысалға дайын ба? Қандай немен подготавливать ететін метод, методика? Не жоқ, бізде просто біздің ойлағанымыз мынандай ойлар. Просто идея. Мысалы барлық жерде қазір әртүрлі методпен оқытады мысалы. Біздің просто бұл жерде бір жақсы соңғы жүріп жатқан тез адамдардың көңіліне қонымды бір методиканы аламыз да, сонымен қолданамыз оны. Ол бір методика олмен кете береді өзінің. Ол еще маман керек қой, ол методиканы жақсы. Ол маман негізінде сәл көбірек төлейтін болсаң, любой маманды тауып алуға болады негізі. Сосын екінші просто біздің ол жерде ойлағанымыз, мысалы баланы апара тұра, ананың өзінде бірге оқытсақ, психологически, мысалы балаға деген тәрбие қалай болу керек. Мысалы қазір көп ата-ананың проблемасы балам оқуға келмейді дейді, мысалы ше. Балам оқуға келмейді, тыңдамайды мысалы.
сондай жағынан психологический жағынан оқытсақ, егер ата-ана мен баланы оқытатын болсақ, ортадан бір жақсы бір нәтиже шығады ғой деген ой болған еді мысалы. Чем баланы барып давить етіп оқы деп қинай бергеннен То есть гөрі не только ребенок, но и родитель, да, в этом будет. и сол жерде мысалы именно семьяны қалай сақтап қалу керек, потому что дәл қазір мысалы уже екінің бірі ажырасып жатыр мысалы. Ну, актуальная тема. Иә, сондай жағынан. И соны мысалы ата-анасын аптасына бір рет қана оқытатын болып, мысалы, то ли бесплатно қылып қоямыз. Сол жағынан мен просто бұндай оқуды таппадым. Екінші идея больше ұнап тұр. Мен айтамын, мен мына сумен айналысатын, мен мына жерде. Мен просто су жағынан онша білмеймін да, а мне вот эта тема более ближе. Мен де просто қазір бұны біз не үшін бұл нәрсені қозғап жүрдік негізінде ше, бізге бұл идея қалай келді. Тура осы проблема қазір біз үйде отыр да. Менің балам жақсы, мысалы, мен өзім бала шағам мысалы қазір қалай оқып отқанымды мен қатты мән беремін. Онымен анасы айналысады да. Просто барам мысалы, келіншегім ұрысып қалады, анан дұрыс жаза алмай қалады мысалы. Иә. Андай отыр. Нерв Сейчас школьная программа тяжелая. Баланың да нервін құртып жатыр, и өзінің де нервін құртып жатыр. Ол үйдегі бір-екі адам настроение болмағанымен бәрі настроение жоқ дейді. Сол жағынан кішкене оқысақ, может бір жағынан болып шығар ма еді. Ол проблема бәрінде бар. Сондықтан менде де үйде әйелім жаңа қызым қазір налевойға барып соны ұрысып оқып жатады. Кейде анам қолын саламын. Бұл өйткені өз жағынан оқытады да, а более мамандар басқасынан отвечать етіп оқытса, баланы қабылдауда жақсы болады мысалы. Бірақ жаңағы суды істеп жатқан ол уже істелінген нәрсе ғой, жүріп тұрған нәрсе ғой. Істеген, бұрын істеген, қазір тоқтап қалған. Қазір тоқтап қалған. Қанша объемға Мен жіберген уже. Мини завод қанша шығарады? Негізі осы жағынан просто сол кісілермен сөйлеспей жатып, бірінші сіздермен ақылдасып алайықшы деп. Соны біліп алыңыздаршы, мен негізі бар ғой, личный өзім қанша шығарады? Жаңа голосовой болғанда голосовой былай да, мен айтып тұрған жоқпын, менікі ғана керемет деп, может мына суда жүріп келеді, онда қарау керек те, бірақ сіздер определять түсінтіп сіздің айтыңыздар. бізге оңай, бізге оңай, бізге айтаса оңай қазір, бірақ более жаңағы адамдармен ақылдасып шешу керек те бұны. Содан кейін сіздердің жүректеріңізге қайсы жаңағы более нетіп тұр, келіп тұр, соны алу керек те сол. Маған кажется, чем судан қарағанда менің өз ойым енді, тағы айтылады ғой, менің өз ойым, сіз адамдарға жақсылық беруіңіз керек бұл, дұрыс па? Сіз өзіңіздің өніміңізбен адамдарға жақсылық беруіңіз керек. Мысалы, жаңағы баланы оқытып, баланың тәрбиесіне көңіл бөліп, онымен ата-ананың қарым-қатынасын жақсартып, оған қоса сіз қазір қоғамда бірінші проблемалар тұрған болса, оған қоса сіз жанұяның жаңағы немесін шешетін болсаңыз, қазір келдіңіз өзіңіздің проблема айтып тұрсыздар, өзіңіздің сұрағыңызға жауап. Үйге келіп, баланы ұрысып жатады, уже бүкіл бір семьяның настроениесі бұзылады деген сияқты, дұрыс па? Жаңағы көңіл күйі. Ал енді сізде келдіңіз, балаңыздың сабағын оқытуы, әйеліңіздегі жақсы көңіл күймен қарсы алып жатыр, уже бір ғана баланың проблемасын шешпейсіз. Целая семья. А целая семья ол, семья кішкентай мемлекет деп айтамыз, дұрыс па? Сіз мемлекеттің проблемасын шешіп отырсыз ба? Мемлекеттің. Осыған күш-жігерлеріңіз жұмсасаңыздар, Шымкентте номер 1-ші радио. Одан кейін негізінде соның ақшасын да негізі сәл бір жақты қылу керек болды. Потому что мысалы мен өзім алдында баламды оқытқан кезде біріншісінде 3 сағат болды сабақ. Оның бірінші сабағы математика, екінші сабағы жазу, екінші сабағы оқыту, үшінші сабағы арт-терапия дейді ма, то ли бірлесе. Соған 27 мың теңге төлеп отырмын мысалы. Оған бақым менің шамам келетін шығар, бірақ шамасы мен қанша ма оған. Даже айналдырған бір 10 мың теңгенің өзін тауып беріп оқытамай қандай жағында. Сол жағына да кішкене бір неғылып мүмкіндігінше или тура осы нәрсені егер Құдай қаласа жақсы жүріп жататын болса, анау қазір садикте жоқ, мысалы жартылай мемлекеттік деген сияқты нәрселермен сондай сияқты қылып бір арзанырақ жолына қарап түссек вообще зор болады бұл нәрсе. Что барлығына қол жетімді болса. Давайте бүйтейік, нақты әрекетке көшейік. Сіздер ең бірінші ертеңгі сабаққа қандай келіңіздер, қай жолмен жүретіндеріңіз. Дәре ма? Содан кейін барып нақты заданиялар беріледі. Нақты заданиялар беріледі. Жаңағы ол кезде уже біріншісінде пайда табуды ойлану керек. Біріншісінде пайда табуды ойлайсыз, конечно, бірақ мысалы біз бәріміз бүйтіп ойлаймыз да. Качествоға жұмыс істейміз. Иә, біз бүйтіп ойлаймыз. Ол мынандай екі ой бар. Мысалы, біз өзіміздің мысалы бюджет мектебе нақты приоритетті былай қойдық. Мысалы, мына жақтан көресіз, мына жақта біз көргеніміз халыққа қызмет ету бірінші қойған приоритетіміз.
Ал екінші приоритет қоятын адамдар бар, былай қараған кезде. Былай қараған кезде итог мен ақша табу керек. Дұрыс па? Ақша табу. Более табысқа жететін адамдар, мысалы Стив Джобс, мысалы бәрі неткен кезде, мысалы ойлаған кезде олар ақшаны ойлаған жоқ. Оның адамдарға көмегін, жаңағы более функциялардың көп болуы, әдемі болуы, сол проблеманы шешуді ойлады да. Более жетістікке жетеді, мына жаққа проблемаларды шешуге ойлаған адамдар жетістікке жетеді, пайданы солар табады. А сіздер қазір мына мықты идея ұсынып отырсыздар негізі. Ол бізде 4-ші жағында оқып жатқан Ажека дегеніміз бар бізде, ол кісі тоже осы салада өзінің балаларына тестировать етіп көргенде, қазір ол кісінің балалары біреу Японияда оқиды, қыздар. Мысалы, сондай жетістікке жеткізгенде, қазір ол кісі де осындай курсқа көңіл бөліп отыр. А сіздер осы направление, сіздер қазір қайдан әкелуді ойласаңыздар, адамдарға, семьясының проблемасын шешіп беру, адамдар өздері жиналады да сіздердің жандарыңызға, ақша да өзі келеді. Қаншама ұсыныстар түседі. Қаншама ұсыныстар да түседі. Кеше неге алған ойланып отырмын, неге мысалы Samsung не ұқсап, Apple ұқсап жұмыс істей алмайды деп та. Apple бұл жерде былайша айтқан кезде качество, а Samsung количество деп болды да. Вот көрдіңіз өзі. Сондықтан осылай ақылдасып шешкен нәрсе, содан кейін нақты заданиялар беріп, сол заданияға до конца тұрып, біз сізге айтпаймыз, қазір сіз бастадыңыз осы істі, сізде проблемалар болмайды деп, проблемалар болады, адамдардың мнениесі де болады. Қазір мысалы екі түрлі, ол қандай деп, адамдардың мнениесі болғанда ол жақсы, значит сіздің продуктыға қызығушылық бар деген сөзде. Мысалы YouTube қазір сізді айтып жатыр, біреулер, ой, жаңа компания не дейсің, не үйретіп алады, екінші жақ бар, ой, мықты жүргізіп жатыр, молодец, осылардан үйрену керек деген. Бізге мынаның болғанда жақсы, отрицательный болғанда жақсы. Неге? Біз осыларды қарап, өзімізге, значит, бізге интерес бар адамдардан. Ол адамда интерес болмаса, ол сен бүйтіп представлять өтіп кете береді, мысалы, егер. А интерес бар, содан кейін ол сондай өзінің негативін жүргізіп жатыр. А сол негативпен біз жұмыс істесек, болашақта, оның мына жаққа көшуі болмайды. Но вот сейчас в данный момент развод, да, өте көп да. Потом маған ажырасқан қыздармен көп сөйлесемін да. Не себеп? Серьезно, да? Не себеп? Осылай там енеші проблема туда-сюда. Ене мен келіннің ортасында болатын проблема бар да. А бала здесь вообще ни при чем, да? Бала қамсыз, баланы жақсы көремін дейді, бірақ мына жақта разводится. Сөйтіп осы жағынан ол баланы мына, значит, сол қызды бала кезден дұрыс тәрбиелемеген, что надо, сен келдің ба, түстің ба, ол мына жақта жатыр да, көрдіңіз? Біз көреміз мына проблеманы, үлкен өсті енемен, ол на самом деле енемен емес, бала кезден сол қызды сен келін боласың, сол жерде барда енеңді сыйла, атаңды сыйла, күйеуіңді сыйла деп өтсе, вот сол кезде мына қыз мына жаққа түсті ме, развод болмайды, өйткені ол енесіне сыйлайды. Біз Кифоны қазір алып отырған мақсатымыз осы да, чем менің енді түсінігім бойынша анандай сусақ неткенше бар ғой, сіз күшіңізді осы жаққа жұмсасаңыз, халық өзі қолдайды біріншіден сізді. Өзі жарнамалайтын болады ертең сізді. Ал сіз егер мына жақтан бір кішкентай ғана баланың проблемасымен мына жақта үлкен семья мемлекеттің дәрежесінде проблемалар шешіп жататын болсаңыз, Чимкент, даже Қазақстан маманы қолданатын болса, просто оған серьезно нетіп, проблемалар болады бұнда. Проблемалар болсын, соны шешіңіз, до конца тұрыңыз, осы істеуге. Результат болады. И соған маған бір идея. Центр подготовки невест и сохранения семьи. Сол. Актуальный тема. Мысалы, ажырасуға барады ғой сотқа шығады. Нұротан через Нұротан шығып или там сотпен тікелей келісіп шартқа отыр. Осының менің компаниям бар. Если ажырасайын деп жатқанда маған реабилитация бір айға жіберіңіз, мен олар сақтап қаламын ол сені десеңіз, спокойно жібереді сізге. Қайта олар бастаған қажет жоқ. Барда ана компания бараса болды. Қазір актуальный проблема осы негізі. Айтамыз ғой, әрбір семья мемлекеттің, ол кішкентай мемлекеттік. А сіз сол кішкентай проблеманы шешуден бастасаңыз, үлкен мемлекеттің проблемасын шешеді. Мен керісінше осы дұрыс қой негізі.